Қымбатты көрермен, кезекті мейманымызбен таныс болыңыздар. Біз дәл қазір ас үйдеміз. Әлеуметтік желіде дәмді тағамдармен танылған бұрымды ару фуд-блогер Гүлжаннат Нұрышева бүгін бізде қонақта. Қайырлы таң, Гүлжаннат. Дәл қазір біздің ас үйіміздегі атмосфераны сіздер сезінсеңіздер ғой, теледидардың ар жағында отырған қыздар, келіншектер. Бізбен бірге таңғы асты жасасаңыздар болады. Кеттік, Гүлжаннат. Енді қазақ тілді контенттің ішінде YouTube-та ең көп жаңағы өзінің оқырмандары бар. Бірден бір керемет нөмірі бірінші ару деп айтуға болады. Фуд-блогерлардың ішінде, құттықтаймыз. Және жақында алтын батырма алдыңыз, құттықтаймыз. Енді осындай керемет жеңісті арудың қолынан шыққан тамаша таңғы асқа кезек берейік. Не жасаймыз, Гүлжанат? Бүгін біз ананас деп аталатын мерекелік салат жасаймыз. Бұны дастарханға, сондай қонақ келген кезде ұсынуға болатын сондай әдемі сәнді салат. Бүгін ананас деп бекер сіз таңдамаған сияқты. Себебі ананастың формасының өзі нағыз жаңа шығып келе жатқан күнді елестетеді көздің алдына. Сондықтан да бастаймыз біз таңғы асымызды. Кеттік. Бізге қажет құрамдар, ең бірінші тауық еті қажет, одан соң осындай ананас, грек жаңғағы, бізде мына жерде ас көп бар, сонымен қатар ірімшік, майонез және де жүгері қажет. Қаншалықты жиі тағам дайындайсыз үйде? Әңгімелесіп отырайықшы. Жалпы күнде дайындаймын, және де рецепттер түсіріп отқан жақсы көремін. Өзім негізі осы YouTube каналымда бастағаныма шамамен 5 жылдай уақыт болды. Қазір енді сол миллион оқырман жиналды. Сол жерде мен әртүрлі дәмді тағамдармен, торттар болсын, ыстық тағам болсын, рецепттермен бөлісіп отырамын. Сонда, Гүлжанат, бала кезіңізден сіздің өзіңіздің қалауыңыз осы дәмді тағамдар дайындау болды ма? Мен өзім жалпы 6-шы... Кішкентай кезінен бала бейім болады ғой? Біреу асханаға, біреу сыртқа, біреу ішке деген сияқты. Жалпы өзім 6-шы сыныптан бері тәтті тағам жасаған жақсы көремін. Ең алғаш рет кекс тағамын дайындап көргенмін, тәттісін. Өте керемет шықты, содан бері мен тоқтай алмай пісіре беремін, дайындай беремін. Енді болашақта мейрамхана ашу... Әрине ойда бар. Қазір жоспарда соған дайындалып жатырмыз. Сонымен қатар тек қана мейрамхана емес, ыдыс сататын дүкенімді де қазір ашылу жоспарында. Біз қазір оның жаңағы... Себебі үйге келген қонаққа әдемі осындай таңдалған ыдыс аяқ, сервировка дейді. Оның өзі мен ойлаймын, кәдімгідей әйел адамның қаншалықты үйге, ас үйге бейімділігін білдіретін бірден бір дүние. Сондықтан да енді мінекей қазір біз тауықты турап жатырмыз, Тауықты осы ұсақтап тураймыз. Тарелкеге салып, қазір үстін майонезбен жағып шығамыз. Жалпы, Гүлжанат, көп келіншектер, мысалы, майонезді жиі пайдаланбайды. Оның орнына, мысалы, майды болмаса, зәйтүн майын жиі пайдаланады. Енді бұл салатқа міндетті түрде майонез керек, Негізі қаймақпен де алмастырса болады. Негізі жалпы мысалға мен өзім майонезді үй жағдайында өзім дайындаймын. Қол жетімді ингредиенттерден, жаңа құрамы таза болатындай үйде дайындауға болады негізі. Жалпы біздің қазақтың қыз келіншектері ас үйге жақын ғой. Мысалы, үйге қонақ жиі келетін болғандықтан, міндетті түрде тоңазытқышта біздің осындай жеңіл дайындалған, тез дайындалатын салаттарымыз болмаса, қазы қартамызды міндетті түрде асып қоямыз. Келген қонаққа дастарханға турап қойып жіберсек, тіптен жайнап кетеді. Бауырсағымыздың қамырына дейін дайындап тоңазытқышқа салып қоямыз. Қаншалықты қонақты жиі күтесіз? Жалпы өзім қонақ күткенді жақсы көремін. Ай сайын қай тағамыңызды сіздің сағынып келеді? Мысалы, мен үйге барған кезде менің туысқандарым, ағайындарымыз Гүлнұр, ыстық бауырсағыңды пісірші, палауыңды пісірші, біз келе жатырмыз деп бір қоңырау шалады. Болды, Гүлекең ас үйден бір-ақ шығады. Сізге қай тағамыңызды? Маған көбіне жаңа торттар, тәтті тағамдар, шай ішуге келеді көбіне. Мен жаңа көбіне өзім тәтті тағамдар жасаған жақсы көремін. Әртүрлі десерттер. Тәтті тағамдарға жасағанмен, бірақ өзіңіз оны көп жемейтін сияқты. Себебі тәттілер деген қыздардың енді дене бітіміне өзінің бір кері жағы да бар, дұрыс емес жағы. Толып кетеміз, тәтті жесек кішкене артық. Мінекей мен тауықты осылай орналастырдым.
көрсетсеңіздер болады. Енді майонезді бұны мен арнайы осылай жаңағы кондитерлік қапшыққа салып алдым. Ұшын кішкене ғана кесіп. Бізді көріп отырған көрермендер дәл қазір Гүлжанаттың мынау тауықтың бетіне осылай әдемі жасап жатқан майонез қолдан үй жағдайында жасалған, ешқандай химиялық қоспасы жоқ. Сондықтан да қорықпай біз көбірек осылай жағып жатырмыз бетіне. Енді ірімшікті тураймыз, енді осының үстіне ананасты ұсақтап турап салып шығамыз. Ананасты формасы осылай қала ма? Жоқ, формасын ұсақтап турау керек. Кубик ретінде турап шығамыз. Ұсақтап, қазір ананасты турайды. Жалпы осы әлеуметтік желі болсын, белсенділік танытқан қыздарымыз, келіншектеріміз, мысалы қаралымы жағынан, оқырмандар жағынан едәуір алда тұрады. Жалпы осы қаралым оқырмандарыңыздың көп болуы сізге басқа да тірліктеріңізге кедергі болмай ма? Негізі барлығына асымен отырмайсыз ғой? Жоқ, негізі барлығына үлгеруге болады, әрине. Көп сұрақтар келетін шығар келіншектер тарапынан. Қалай үлгеруге болады, қалай энергияң жетеді деген сияқты сондай көп сұрақтар келеді. Жалпы, егер сүйікті ісім болса, оны өзін жақсы көріп тұрсаң, ол құлшынысын өзімен өзі ашылып, мысалы, Гүлжанат, осы ретте бар ғой, мысалы, әлемдік деңгейдегі мықты аспаздар өздерінің рецепттарымен бөліспейді. Мысалы, өздері ғана білет, сол рецепт бойынша дайындалған тағамды жеуге әлемнің түкпір-түкпірінен, мысалы, қаншама адам барып жатады. Ал сіз қаншалықты жиі бөлісесіз, барлық рецептін айтып қоясыз ба? Болмаса өзіңіздің бір құпиясы бар, осы рецепті мен сізге айта алмаймын, оны егер дәмін татқыңыз келсе, осындай жерге келіп, болмаса тапсырыс беріп, алсаңыздар болады деп, мысалы, мейрамхана ашам деген ойыңыз бар ғой? Бұйырса, мейрамхана ашқан кезде ол жерде өзімнің сондай авторлық рецепттерімді ғана бергім келеді, арнайы тағамдармен. Ал қазіргі уақытта мен өзім YouTube каналымда бөлісіп жүрмін рецепттермен. Ол жерде барлығын ашығымен айтамын, дәл шығатын, сәтті шығатын рецепттермен ғана бөлісіп жүрмін. Мысалы, мен өз басым неге айтып отырмын, бауырсағымның рецептін сұрайтын кісілер көп, бірақ мен ешкімге айтпаймын. Болашақта бауырсақ пісіретін сондай бір керемет өзімнің мейрамханамды бауырсақ деп атауға болады. Бауырсақ деп, гүл бауырсақ деп атасақ та артық болмайтын шығар. Сол күнге аман есен жетіп, осы жерде мен сол рецептпен бөлісетін күнге жетейік деген сондай бір тілек тілеп тұрмын өзіме. Енді Гүлжанат, қазір біз жүгеріні біз қазір ең астында бірінші қабат бұл тауықты салдық, екінші қабат бізде ананас, үшінші қабат бұл жүгері. Барлығын жақсылап майонезбен жағып шығамыз. Мысалы, мына грек жаңғағын сіз қазір бетіне үгітіп саласыз ба? Жоқ, үгітпейміз. Осы күйінше, әдемі қылып, осы ананастың әдемі сондай бейнесі шығатындай қылып саламыз. Оны ең соңында саламыз. Дәл қазір біз ірімшікті үкіштен... Әлі бізде ірімшік бар. Негізі ірімшікті үкіштен өткізу керек, бірақ осылай түресі. Енді бүгін басқаша жасаңыз енді. Ерекше қылып жасайын. Дәмі керемет сияқты мына ірімшіктің. Бұл жерде ірімшікті таңдаған кезде арнайы бір ірімшіктің түрін таңдау керек па, болмаса кез келген ірімшік жарай ма? Кез келген ірімшікті таңдай беруге болады, бірақ мен өзім моцарелла ірімшігін жақсы көремін. Сонымен дәмді болып шығады, бір ерекше дәммен. Енді мына жерде біздің оператор жігіттер мойындарды созып біздің ас үйге қарап отыр, қашан дайын болады деп салады. Дәмін көреміз, өте аз ғана уақыт қалды. Тез дайындалады екен, иә? Тез дайындалады. Және де қазір біздің мынау ас үйдегі ингредиенттердің барлығы тоңазытқышта кез келген қыздың келіншектің бар, сондықтан да тезірек тоңазытқышты ашып жіберіп, бізбен бірге таңғы асты дайындап жүрсеңіз болады. Тағы да бір қайталап өтейік, ол үшін тауық керек, тауық, ананас, және де жүгері. Ірімшік және жүгері керек. Консервіленген жүгері, иә? Енді осы біздің ананас бейнесін шығару үшін торы көз жасап шығамыз майонезбен. Бұл жердегі мақсат, осы салаттың бетін былай алып қараған кезде, тарелкенің бетінде ананастың формасы тұру керек, солай ғой?
Ал. Енді грек жаңғағын осылай орналастырамыз. Негізі мына жерде ірімшікті жұмыртқамен де алмастырсаңыздар болады. Үкіштен, жаңа кішкентай үкіштен өткізіп салуға да болады. Бұл жерде ірімшіктің орнын жұмыртқамен алмастырсақ та, оның дәмі ешқандай бір аса қатты өзгеріске ұшырамайды, керісінше дәмдірек болатын сияқты. Оның үстіне ақуыз дейді, жұмыртқаны таңғы асқа көбірек пайдаланған дұрыс. Сіздің қазіргі күзгі уақытта ағзаңызға керекті барлық дәрумендер осы жұмыртқаның құрамында бар, ақуыздың құрамында. Сондықтан біз таңғы асқа жұмыртқаны көбірек дайындаймыз, қуырып та, асып та. Енді біз дәл қазір ас үйде дайындалып жатқан таңғы салат, жеңіл салаттың түрі ананас деп аталады. Бұл да сіздің ағзаңызға ең керекті дәрумендерге толы. Солай ғой? Әрине. Сол жағына көбірек мән берген дұрыс сияқты, қазір дұрыс тамақтану деген трендте ғой. Майлы тамақтарды жегенше осындай жеңіл және күні бойы сіздің асқазаныңызды толықтырып тұратын, жаңа аш болмайтындай, сондай бір нағыз сіңімді таңғы асты жеп алсаңыз, күні бойы тоқ жүресіз. Біздің салатымыз аяқталуға жақын. Қазір мен әсемдеп жатырмын, осылай ас көкпен ананастың формасы шығатындай қылып, әдемі қылып, осылай әсемдеп шығамыз. Және Гүлжанат, осы ретте эфирді пайдаланып, сіз өзіңізді оқитын, сіздің жаңағы дайындаған тағамның түрлерін жақсы көретін қыздар, келіншектер, және де біздің Таңшолпан бағдарламасы арқылы сізбен алғаш рет танысып отырған қыздарға, келіншектерге не айтасыз? Ерінбеу керек таңертең, және де тез дайындалатын тағамдарды жайып жіберіп дастарханды жиірек. Мен өзім әрдайым әдемі дастархан жасағанды жақсы көремін. Таңғы асқа көбіне ерекше тағамдар жасауға тырысамын. Өйткені мысалы қандай? Мысалы жұмыртқа пашотпен жасалған, авокадо қосылған, сондай әртүрлі, орысша айтқанда яйца бенедикт деп атайды, сондай таңғы астарды жақсы көремін. Бұл бір жағынан көңіл күйді де көтереді, өзіңді жақсы көріп, сондай әдемі таңғы ас жасау күннің сәтті өтуіне де жақсы көмектеседі деп ойлаймын. Мінекей, естідіңіздер ме, қыздар, келіншектер? Ал енді біздің салат дайын болды. Гүлжанат, бұлай столдың алдына келсеңіз болады. Дәл қазір Таңшолпанның ас үйінде Гүлжанат ханымның қолынан шыққан ананас салатын. Ал, көріңіздер, біз енді бірінші болып осы салаттың дәмін көру бұйырып тұр. Дархан, мүмкін келесің? Ас болсын. Ғалымжан, Дархан, келіңдер. Таңғы ас керемет. Астарыңыз дәмді болсын. Астарыңыз дәмді болсын. Бұл мерекелік дастарханға өте әдемі үйлеседі. Тағы да басқа салаттың түрлерін жалпы өзімнің YouTube каналымда жаңағы салат деген бөлімдерден таба аласыздар. Тек қана салат емес, әртүрлі ыстық тағам, әртүрлі торттар, тәттілердің түрлері бар. Қымбатты біздің көрермендер, арнадан алыстамаңыздар. Біз әзірге Гүлжанат ханымның қолынан шыққан осындай таңғы астың дәмін көре берейік. Қызық көрер алда. Керемет, алда. Сіздер көріңіздер. Ренжіп қалмай ма? Біз жейміз. Мынандай. Ал кеттік. Рахмет Гүлжанат. Бастапқа көріп қой. Ас болсын.